Қыздарки, қалайсыңдар? Жандарым сол, қалай жағдайларың жақсы ма? Ойбай, базардан жаңа келдім. Мына сүт шайға зорға жеттім. Шекемді қысып ертелі қысқа тары салып базардан пряник алғам. Қазалының кәмпитімен қош қыртып, зорға дегенде ішіне тары салып шай ішіп отырмын. Мына қыз өлтіреді, нағыз бар ғой, өлтіреді. Ана келсем, азанда кетіп бара жатқанда айтам базарда. Мына кірді жинап алыңдар деп. Жер ғой, бай, жаман жел тұрып жатыр. Кірдің бәрін ұшырып кеткен ғой, ана жуғаның бештей. Ана жерде бір кір, мына жерде бір кір шаңға аунап жатыр. Не? Немене айтпайды екен? Немене айтпаймын? Қасқа айтсам бауырларым айтып жатырмын, бөтен біреуге айтып жатырмын да. Ойбай. Мына қызды қара. Ана, ойбай. Қасқа осы қызға бар ғой, қараймын да ше, ана болашақ енесіне бар ғой, жаным ашып кетеді. Күйеу балаға байғұсты қай күнәларына береді екен мына қызды білмеймін енді. Ойбай. Кір демекші баяғыда. Айттым ба айтпадым ба сендерге, есіме түсіп кетті ғой. Квартирада тұратын едік қой кезде. Сөйтіп жаңағы ояқта жаңа өзенде ойбай жері деген адам ұшыратын еді ғой. Сөйтіп жаңа кір жуамызда ғалымжанға айтқам ғой. Далаға жаятын ол кезде ойбай тазикпен алып барып. Ана кір жаятын істеп берші деген ғой. Ол кезде екінші этажда тұрамыз ғой жаңағы. Кір жаям. Содан жаңа төбеде қасқа сапаркүл тұратын еді ғой. Білмеймін, қыстырғышы жетпей ма, байғұстың қыстырғышы қосып ұшып барып кете ма. Жаңа жайған киімдердің бәрі біздің балконда талда ілініп жатады ғой. Шашылып бір күні балконға шыққам ғой. Бірден істеуге балконға шықтым, сөйтсем. Жаңа біздің сымда қасқа Мәліктің ана сапаркүлдің байы ғой. Мәліктің бір дамбалымен бір нәскеге жалбырап тұр екен. Ойымда ештеңе жоқ, алдында әкеліп бүктеп қойдым үйге. Сөйтіп, оны ұмытып кеткен ғой сол күйі. Содан ғалымжан келмей ма обедке? Мынау не дейді ғой? Ойымда ештеңе жоқ, жаңа Мәліктің дамбалы ғой деген ғой. Сөйтіп едім, о, фифа, рифа, фафа. Фафа кетті ғой жаңағы. Неғып жүр, Мәліктің дамбалы неғып жүр дейді. Ай, ана айтқызбайды, жауап айтқызбайды, кетіп жатыр. Содан сасқаннан әкел бер деген ғой. Не істейсің дейді, әй апарып берейін да деймін. Одан кетті, ой, фифа, рифа, фафа деп. Дамбалды балконнан лақтырып жіберіп еді, қасқа көк тудың желбірегені болды ғой. Bir талғабатта жалбырап жаңағы Мәліктің дамбалы хитті орда. Содан бір апта жалбырап тұрды ғой. Содан мен жаңа балконға шығам ғой, қасқа зат қоям, бірдеңені алам, картошка. Сөйтіп балконға шықсам, ғалымжанның әдеті ғой, әй не, Мәліктің дамбалын көруге шықтың ба дейді ғой. Қасқа бір апта балконға шыға алмай қалғам. Гүлдей нәрін береді